Сәлем оқушылар, бүгін бізде Қазақстан тарихы 7-ші сынып Қарлұқ қағанаты. Бұл Қарлұқ қағанатының өмір сүрген уақыты бұл 756-940 жылдар болады. Яғни бұл мемлекет бізде 200 жылдай өмір сүрген мемлекет. Бүгінгі сабақтың жоспарынан келетін болсақ, біз бүгінгі сабақта, яғни Қарлұқтардың 8-ші ғасырдың бірінші жартысында Жетісу жеріне қоныс аударуы, яғни олар Жетісуға қалай келді, не үшін келді, сол жайлы айтатын боламыз. Одан кейін барып біз Қарлұқ мемлекетінің құрылуы және оның өзіндік ерекшеліктерін бүгінгі сабақта айтатын боламыз. Так, ендеше оқушылар, сендер дайын болсаңдар, біз ендеше сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен жер аумағы және халқы. Жалпы біз айттық, жаңа жоспарда 8-ші ғасырдың бірінші жартысында Жетісу жеріне қоныс аударуы дедік. Енді жалпы картадан қарасақ, Жетісу дегеніміз бұл Алматы жақтан басталып, мынау Таразға дейінгі аралық, яғни бұл дала бізде Жетісу даласы деп аталады. Енді бұған қашан келіп еді? Олар 8-ші ғасырдың бірінші жартысында емес пе? Сондықтан олар оған дейін қай жерді мекен етті? Жетісуға келмес бұрын олар оған дейін, яғни Алтай мен Балқаш көлі аралығындағы жерлерді мекендеген болатын. Картадан қарайық, міне Алтай дегеніміз Қазақстанның шығыс бөлігі, Балқаш деген тұрған көл, яғни демек бұлар осы аймақты мекен еткен болатын. Яғни Жетісуға келмес бұрын Қарлұқтар Алтай мен Балқаш көлі аралығын мекендеді. Сонымен қатар бізде Ибн әл-Фақих деген кісі 10-ші ғасырда айтады, яғни Қарлұқтарды қараңдар, олар Қарлұқтар көне түркілер деп жазды. Именно неге көне түркілер деп айтты, соған назар аударайық. Жалпы біз түрік қағанатын өткен кезде, түрік қағанаты құрылмас бұрын түркілер де тоже Алтай тауы мекен етті ғой. Сондықтан Ибн әл-Фақих Қарлұқтар да бастапқыда Алтай тауы мекен еткендіктен Ибн әл-Фақих оларды көне түркілер деп айтқан болатын. Вот осылай. Ал жалпы тағы бірдеңе айта кетейін, бұлар Алтай тауына, яғни Қазақстан территориясына келмес бұрын, бұлар бастапқыда Батыс Моңғолия территориясында өмір сүрген. Яғни мысалы қараңдар, 7-ші ғасырдың соңынан бастап, Батыс Моңғолия, яғни жалпы Моңғолия территориясында шығыс түрік қағанат құрылады, дәлірек айтатын болса, ол 682 жылы құрылады. Сол, яғни 7-ші ғасырдың соңы болғандықтан, сол 7-ші ғасырдың соңынан бастап Қарлұқтар шығыс түрік қағанатының ықпалында болды. Бірақ та араға біршама уақыт өткеннен кейін ұйғыр және Қарлұқ тайпалары бірігіп, жаңағы шығыс түріктердің билігін құлатады. Ол қай жылы? Ол әрине 744 жылы құлатады. Соның ішінде бізде ұйғыр қағанаты басымырақ болады да, Орта Азияда жаңа мемлекет ұйғыр қағанаты құрылады. Ұйғыр қағанатының өмір сүрген уақыты бұл 744-840 жылдар болады. Сол кезде қараңдар, ұйғыр тайпаларының билеушісі Қаған, ал Қарлұқтар көсемі Жапу деген лауазым болады. Яғни Қарлұқтар ұйғырларға бағынышты болып қалады. Енді олар бағынғаннан кейін полигон енді дербестікке, яғни билікке ұмтылады ғой. Енді солардың дербестікке ұмтылуы бұл ұйғырлардың қарсылығын алып келеді. Нәтижесінде екеуі күресіп, бұл күресте кімдер жеңіледі? Әрине Қарлұқтар жеңіледі. Енді жеңілген Қарлұқтар алады да ұйғыр жазбаларында айтады, міне ит жылы дейді, 746 жылы бұл ит жылы дегеніміз. Батысқа дейді, батыс деген бұл Жетісу жері, Жетісу жері. Яғни батысқа Жетісу жеріне Оңық еліне қашты, яғни түргештер жеріне қарай қашты деп айтылады. В общем, осы. Сөйтіп олар Жетісуға келеді. Жетісуға келгеннен кейін олар Оғыз тайпаларының қарсылығына кезігеді. Олар Оғыздарды алады да, Жетісудан, Жетісуны картадан қарадық қой жаңа, алып Сырдарияның төменгі ағысына қарай ағыстырып жіберді. Картада ағып тұрған өзен бұл Сырдария өзен. Яғни примерно осы аймаққа қарай ығыстырып жіберген болатын. Әрмен қарап енді Қарлұқтардың Жетісу жеріне билік жүргізуі. 756 жылы Қарлұқтар түргештерді ығыстырып, Жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатады. Яғни түргештерді билігін құлатып, оның орнына 756 жылы өздерінің билігін орнатады. Енді осыған қатысты бұтада мынандай сұрақ бар. Яғни түргештердің билігін құлатып, өзінің билігін орнатқан мемлекет дейтін болса, бұл Қарлұқ мемлекетін айтамыз. Жалпы Қарлұқ қағанатын айтамыз ғой. Егер уақытын сұрауы мүмкін, сол кезде 756 жылды белгілейсіңдер. Енді осыны шығыс деректерінде айтады, міне Қарлұқтар түргештер еліне аттанып, басып алды дейді. Оларды бағындырып, билігін құлатты деп айтылған. Яғни бұл шығыс деректерінде айтылады. Және Қарлұқтар бізде ерте сол кезде феодалдық мемлекет құрды, яғни дүние тарихын таңдаған балалар біледі, феод дегеніміз не, жалпы феодал дегеніміз не деген. Сонда да айта кетейін, феод деген жер, адал деген оған иелік ететін адам,
яғни ақсүйектер болды, яғни олар жерге иелік етті да. В общем осы. Және сол кезде астанасы бұл ордасы, яғни Суяб қаласы болды, және екінші астанасы бар, яғни 2 деп бүйтіп қояйын, Баласағұн қаласы. Бұны мен не үшін айтып отыр десеңдер, бұл неге сендерге келмейді, Баласағұн, бірақ тақырыпты кішкене тереңірек түсіну үшін. Сонымен қатар 8-10 ғасырда Қарлұқ тайпалары Жоңғар Алатауынан Сырдарияға дейінгі Қазақстанның үлкен аумағына қоныстады. Яғни мына картадан қарасақ, мына жақ Жоңғар Алатауы, мына жақ бізде яғни Сырдария өзені. В общем, осы дайын карта. Яғни территориясы өте үлкен болған. Яғни осының территориясының үлкендігін жөнінде араб деректерін айтады. Яғни 10 ғасырдағы араб дерегінше қараңдар. Қарлұқтар жерін батыстан шығысқа дейін жүріп өту үшін неше күн? 30 күн қажет болған. Яғни батыс мына жақтан алып, мына жаққа жүріп өту үшін неше күн қажет болған? 30 күн. Демек, 1 ай керек болған. Түсіндіңдер ғой? Және Жетісу мен оңтүстік Қазақстанның көптеген тайпалары сол кезде Қарлұқ көсемінің қол астына кірді. Өйткені түргештердің өзі бұл батыс түрік қағанатының орнына құрылды. Олардың құрамында көптеген тайпалар болды, түрік қағанатының өзінде де. Мысалы, батыс түріктің өзінде Тулу және Нушеби түргештері, Сар түргеш, Қара түргеш сияқты тайпалардың барлығы, Жетісуда мекендеп жатқан тайпалардың барлығы бұл сол кезде Қарлұқ көсемінің қол астына қарады. Сонымен қатар бізде деректерге сәйкес жалпы Қарлұқтар еліндегі 25 қала мен қоныстың көпшілігі бұл Ұлы Жібек жолы бойында орналасты. Енді біз бұдан не түсінеміз? Жалпы бізде Ұлы Жібек жолы бойында не бар? Әрине ол сауда бар. Сауда бар жерде не дамиды? Әрине қала дамиды, мәдениет, қоғам дамиды. Сондықтан Жетісудың былай айтқанда стратегиялық, географиялық маңызы бұл өте ауқымды болды. Яғни бұны қазір түсініп алыңдар, қазір керек бұл нәрсе. Енді мемлекеттік құрылымы. Қарлұқ қағанатында жалпы басқарудың әскери әкімшілік жүйесі орнықты. Енді ұбт да осы сұрақ бар. Қарлұқ қағанатының басқару жүйесі қандай дейтін болса, бұл әскери әкімшілік жүйе болады. Одан кейін біз мемлекет басында жаңағы жабғы болғанымен, олардың билігі әлсіз еді дейді. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мемлекет басында жабғы болды, ал ол не үшін әлсіз болды деген кезде, жалпы жаңа айттық, ерте феодалдық мемлекет құрды дедік. Ақсүйектер жалпы айтқанда жерлерге иелік етіп отырды. Сосын бар ғой, жаңағы ақсүйектер не только жер, олар жаңағы 25 қала мен қоныстың көпшілігіне де иелік етіп отырған болады. Яғни олар жерден бөлек қалаларға да, қоныстарға да иелік етіп отыр. Сонымен қатар бұл Қарлұқ қағанатында жалпы құрылмас бұрын, яғни ол кезде жабғы болып жүрген кезінде, яғни рубасылардың осылай ақсүйектердің құқығы былай айтқанда авторитеті жоғары болды. Мысалы қараңдар, 9 және 10 ғасырдың басын, 9 және 10 ғасырда Қарлұқ бірлестігі көптеген ру тайпалық топтардан тұрды. Яғни бұл жерде өзі көптеген ру тайпадан тұрған екен, әрине ру тайпалардың авторитеті мощный болады. Соның ішінде бізде жетекші тайпа бар, ол бізде жетекші тайпа Бұлақ тайпасы. Біз білеміз, батыс түрікті, шығыс түрікті жаңа түргеш өткен кезде олардың құрамында жетекші тайпаны айттық. Мысалы, батыс түрікте Тулу және Нушеби түргештері, Сар түргеш, Қара түргеш деп. Мысалы, енді бұл жерде Қарлұқтардың арасында бұл Бұлақ тайпасы саналады. Және халықтың негізгі бөлігінің қатардағы қауым мүшелері ең төменгі құқығы жоқ топты құлдар құрады. Кәдімгі қарапайым халық құрады негізгі бөлігін халықтың. Енді 840 жылы Енисей қырғыздары Қарлұқтардың қолдауымен ұйғыр қағанатын құлатады. Дәл сол уақытта Қарлұқ жабғы бұл жағдайды өзіне пайдаланып, ұйғыр қағанатын өзіне бағындырады да, бұл қаған деген лауазымды алады. Яғни, ұбт-да сұрақ бар, Қарлұқ жабғы қаған лауазымын алған уақыт дейтін. Бұл айтасыңдар 840 жыл дейсіңдер. Немесе сұрақ былай келуі мүмкін. Қарлұқтар кімнің қолдауымен ұйғыр қағанатын құлатты дейтін болса, бұл Енисей қырғыздарымен дейсің. Немесе уақытын сұрауы мүмкін, бұл айтасыңдар 840 жыл дейсіңдер. Общем осы. Осымен бізде ұйғырлар мен қарлұқтар арасындағы бақталастық Қарлұқтардың жеңісімен аяқталған болатын. Енді бізде ұйғырлар жеңгеннен кейін бізде арабтармен күрес болады. Жалпы арабтар үшін біз жаңа айттық, 25 қала мен қоныстың көпшілігі бұл Ұлы Жібек жолы бойында орналасады дедік. Енді бұл жерде оның қалалардың көпшілігі бұл әрине Жетісуда орналасады, дұрыс па? Түргештердің жері негізгі основной Жетісу болды. Сол жерге барып Қарлұқтар билігін орнатады. Әрине олардың да тоже негізгі территориясы Жетісу болады Қарлұқтардың. Сондықтан
Ол қалалардың көпшілігі еще Ұлы Жібек жолы бойы орналасқандықтан арабтар үшін жалпы Жетісудың стратегиялық сауда экономикалық мәні зор болды. Яғни арабтар Жетісуға қатты қызықты. Сондықтан олар Жетісу жеріне жиі жорық жасаған болатын. 9 ғасырдың мысалы 20-шы жылдарында Орта Азияда Саманилер әулетінің билігі орнады. Жалпы Саманилер кімдер десеңдер, бұлар жаңағы арабтар. Бұлар кейін енді 999 жылы ыдырайды, оны кейін қарастырамыз. 840 жылы Саманилер, міне қараңдар, түркілерге қасиетті соғыс жариялап, Испиджапты басып алады. Испиджап деген сол қазіргі Сайрам қаласы. Бұл қала кейінірек оңтүстік Қазақстанда исламды таратудың орталығына айналады. Яғни исламның былай айтқанда точкасы болады. Және сонымен қатар 9 ғасырдың соңында Саманилер Таразы және оның қасында қалаларды басып алып, тұрғындарын исламға қаратқан болады. Яғни Жетісудың негізгі діні осыдан бастап бұл ислам діні болып саналады. Енді мемлекеттің құлауы. Жалпы араб басқыншылығы нәтижесінде бізде қағанат әлсіреген болатын. Арабтар өйткені Жетісу жеріне жиі жорық жасады ғой, сол нәтижесінде қағанат әлсірей бастады. Ал негізгі қауіп қарлықтарға бұл Қашқар жағынан төнді. Сондықтан қашқарлар, яғни 940 жылы Баласағұнды, жаңағы тақырыпты айттым ғой мен тереңірек түсіну үшін, яғни екінші астанасы Баласағұнды басып алады және сол кезде Қарлұқ қағанаты өмір сүруін тоқтатады. Яғни 2 жылда өмір сүрген Қарлұқ қағанаты өмір сүруін тоқтатып, онымен тарихы аяқталады. Сөйтіп, Жетісуда билік бұл жаңа әулет Қарахандықтарға өтеді. Яғни Қарлұқ мемлекетінің орнына бізде Қарахан мемлекеті құрылады. Қарахан мемлекетінің өмір сүрген уақытын айта кетейін, бұл 942-1212 жыл болады. Кейін олар ұзақ жылдар бойы Жетісу және оңтүстік Қазақстандағы Қарлұқ және Түргеш тайпаларына билік жүргізген болатын. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңа пайдалы білім болады деген үміттемін.